Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі әңгімеміз әйелім өзгерді. Отбасы құрған соң бұндай жағдайлар тым жеке деп ойласақ та, оқырманымыз айтып ақыл сұрады. Ендеше тыңдап көрейік. Есімім Азамат. Жасым 34-те, әйеліммен отбасы құрғанымызға 15 жыл болыпты. 4-ші баламыз дүниеге келіп, 2 жасқа толған соң жұмысқа шықты. Содан бері әйелімнің өзгеріп жүргенін байқаймын. Бірақ бұрын-соңды бұндай қылықтарын көрген емеспін. Шоши бастадым. Кейде ол ұйықтап жатқан кезде бөлмеге кіремін. Кейде қонақ бөлмеде ұйықтаймын. Бірде үстіме көрпе жауып кетсе, кейде оятып алып кетеді. Бұндай жағдайларда мен қаласам да, шаршап тұрсам да өз дегенін істетеді. Кейде таңертең ертемен әрекет жасайды. Әйелім төсекте тым белсенді болып жүргеніне қарағанымен сонымен шошимын. Әсіресе қонаққа барып келгенде балаларды тез жайғастырып бастайды, өзінің ісіне кірісіп тиісе бастайды. Мүмкін менікі дұрыс емес шығар, бірақ бұл қылығы ерсі мен шоши бастаймын. Бұрындары өзім тиісуші едім. Ол төсекте ұялушы еді. Үнемі ақшаны үнемдеп үйге жаратып отыратын. Ал қазіргі әйелім боянуды, киінуді, қыдыруды, сыртқа тамақтануды ұнатады. Ақшаны мүлдем экономдамайды. Бұрынғы талғамына қарай бәрі өзгерген. Бұлайдың өзгеруінің себебі неде? Ұялшақ әйелімді сағынып жүрмін. Қазіргі еркін әйелімді қызғанып жүрмін. Неге деп сұрасам, бұның бәрі сен үшін деп тағы бір жылап қалады. Сіздерден ақыл кеңестерімді сұраймын. Ал сіздер ақыл кеңестеріңізді айта кетіңіздер. Әйелдің үйде отырып өзгеруіне не себеп?